Сәлем достар, бүгін сіздерге тасбақа тортын дайындап көрсетемін. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауды қосып қойыңыздар. Ең бірінші жұмыртқамызды салып, жақсылап көпіргенше миксерлеп алатын боламыз. Осылай көпіргеннен кейін қантты аздан осылай салып миксерлейміз. Барлығы миксерлеп болғаннан кейін ұнымыздың үстіне қопсықшымызды салып, жаңағы массамыздың үстіне 2-3-ке бөліп салып миксерлейміз. Тортқа арналған бисквитіміз дайын. Пергамент төселген ыдысымызға бисквитімізді осылай бір қасықтан құйып шығамыз. Барлығын құйып шыққаннан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минутта пісіреміз. Бисквитіміз дайын. Енді ыдысымызға пищевой пленканы салып, тортымызды жинаймыз. Кремге қаймақ пен қант ұнтағын пайдаландым. Жақсылап араластырып алып, тортымызды жинаймыз. Тура видеодағыдай етіп жинаймыз. Торттың арасына өз қалауларыңыз бойынша жеміс-жидектер салсаңыздар да болады. Дәмі өте керемет болады. Барлығын осылай кезек-кезегімен орындап шығамыз. Тортымызды жинап болғаннан кейін бетін пищевой пленкамен орап, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа саламыз. Бір-екі сағат өткеннен кейін тортымызды алып, бетін өз қалауларыңыз бойынша әрлейсіздер. Мен бетін әрлеу үшін кивиді пайдаланамын. Сіздер әр түрлі өздеріңізге ұнаған түрде сәндесеңіздер болады.
Тортымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болады, жұмсақ әрі дәмді. Сіздермен болған жансая, менің каналыма, инстаграм парақшама тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта да түрлі рецепттермен бөлісемін. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк қойып пікір жазуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.